Баршаларыңызға кайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге теста ішінде жаркое дайындайтын боламыз. Өте дәмді тамақ. Ең алдымен суымызды құйып, тұз салып, содан соң жұмыртқа және де сары майымызды салып, ұнымызды салып, барлығын жақсылап қамыр қылып илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Негізі майда ет турасаңыздар тез пісетін болады. Содан соң сәбізімізді майдалап тураймыз. Мен сәбіз, картоп, пияз қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша чеснок, капуста қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын біркелкі етіп турап, ыдысымызға саламыз. Пиязымызды салып, содан соң укропымызды саламыз. Сосын қалауларыңыз бойынша тоз, приправаларыңызды салсаңыздар болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз, біркелкі етіп. Біздің начинкамыз дайын. Енді тестамызды дайындайтын боламыз. Осылай бірнеше бөлшектерге бөлдік. Мен жазған рецептпен 6 адамға арналған. Мен осы қамырды 7-ге бөлдім. Бір бөлшегін кішкене алып қаласыздар сәндеуге. Осылай кесенің ішіне саламыз жайып. Кесені міндетті түрде майлап алыңыздар қамыр жабыспау үшін. Осылай қамырдың ішіне начинкамызды салып, астын жақсылап бекітіп аламыз. Содан соң осылай домалақта формаға келтіріп аламыз. Барлығын солай жасап шықтым. Енді бетіне осылай қамырды қолымызбен жасап, видеодағыдай бетін сәндейміз. Осылай жұмыртқаны жағып шығамыз, бетіне күнжіт себеміз. Бізде осындай 6-ау шықты. Пешімізде 170 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз, асықпай. Өте дәмді шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.